Байқаймын, соңғы кезде оңаша өзіммен өзім жалғыз болғанды жаным қалап тұратын болыпты. Білмедім ненің белгісі екенін, неге олай болған, бірақ та өзіммен өзім бір тыныштықта, табиғатта, өткен өмірімді, болашағымды ой елегінен өткізіп, өзіммен өзім сырласып, жіберген қателіктерімді еске алып, болашаққа жоспарлар қылып, осылай талдың бір көлеңкесінде отыратынды күндерді аңсайтын болыппын. Сондай кездер бұйырып, нәсіп болған кезде осылай бір рахат сезімге бөлінеді екем. Білмеймін неге екенін, ұнайды өзіме. Сіздерде де осындай болады ма жалпы? Оңашалықты, жалғыздықты, тыныштықты қалап тұратын кездеріңіз бола ма? Білмеймін, мүмкін әркімнің табиғаты, жаратылысы әртүрлі шығар. Bir адамдар керісінше жалғыздықты, тыныштықты ұнатпайды. Байқаймын, көбінесе у-шу, азан-қазан, опыр-топыр болып жатқан жерлерді ұнатып жатады. Менде керісінше. Бірақ бұндай жағдай менде үнемі болмайды. Кейде болады. Бірақ байқаймын, соңғы кезде осы жағдай менде жиі орын алып жүр да, өмірімде тыныштықты қалаймын. Бір рахат сезімге бөлінемін. Ненің белгісі екен? Қалай ойлайсыздар, ақыл қосыңыздар.